Бала кез. Апыр-топыр шаңдатып, үйдің үлкені Нұралидың ізінен 4 бауыры қуалап жүр. Әкесі көптен бері ақша жинап, біреудің ескілеу велосипедін үлкен ұлына ауыл сыртындағы бақшаға барғанда мініп барады деп алып берген еді. Қызық көрген бауырлары, аға мені де мінгізші, мені де, деп айналасынан шықпайды. Соның арасында жасы 13-ке толған Бибінұр да велосипедке қатты қызығып, қалайда теуіп үйренемін деп қояды. Ағасы қарындасын жақсы көретін. Ағалап үйретші дегенде аздап велосипед айдауды үйреткен сияқты болған. Жаз айы болатын. Түсте бәрі демалып жатқанда жалғыз өзі велосипед айдауға шықты. Әлі дұрыс үйренбеген Бибінұр айдап келе жатып, ауладағы бөренеге соғылғанда, велосипедтің ортасындағы темірге екі шаптың ортасы қатты соғылды. Еріксіз көзінен жас шығып, жылап та алды. Іш киіміне аздап қан жұққанда, анасына айтуға қатты қорықты. Бір апта отырса да, тұрса да екі шабы қатты ауыратын, тіпті көгеріп кеткен. Анасы көбіне жұмыста болатын. Жүрісі біртүрлі қызынан сұрағанда, аяғымды соғып алдым деп өтірік айта салды. Шынын айтса, велосипедке жолаттырмай қояды деген оймен солай жалған айта салды. Сол құрғыр велосипед өміріне қаншалықты қиындық туғызатынын білсеші. Болмашы қателіктің зардабы үлкен мәселеге айналатынынан қабарсыз. Күндерде өз арнасынан өтіп жатты. Бибінұр бойжеткен қыз боп, мектепті жақсы бағамен бітірді. Өз армандаған оқуына түсіп, студенттік өмірі басталды. Бастапқы бірінші курста кітаптан бас алмайтын қыз жатақханадағы қыздармен бірте-бірте араласа бастады. Қараторының әдемісі, қарапайым мінезімен Бибінұр группадағы екі жігіт, әрі дос, Ұлан мен Тұрарға қатты ұнайтын. Ұлан қарапайым отбасыда өскен, өте мейірімді жігіт. Тұрар жетімдер үйінде тәрбие көрген, әрі қызғаншақ, мінезі қызбалау, қатыгездеу жігіт еді. Бірақ түр әлпеті мен қыздардың жүрегін жаулаған жігіттің бірі. Екі жігіт те Бибінұрмен дос ретінде араласып, группалас ретінде саябақтарға қыдырып жүрді. Ұлан өте байсалды жан. Бибінұр екеуі өте жақсы араласып, құрбы сияқты араласып кетті. Ұлан сезімін білдіруге ұялып жүргенде, Тұрар қыздың жүрегін жаулап үлгірді. Ұланнан бұрын Бибінұрдың я деген уәдесін алып, екеуі қыз бен жігіт ретінде жүре бастады. Ұлан іштей қайғырса да, достық сезімін үзгісі келмеді. Әйтеуір Бибінұрдың жанынан кете алмайтын. Жүрегі ауырса да, қызбен жақсы араласып, сөйлесіп жүре берді. Тұрар болса, досына мақтанып, Бибінұрды бір ауыз сөзбен сындырдым дегеніне Ұлан іштей ашуланып отты. Тұрар Бибінұрдың басқа қыздар сияқты емес, қарапайымдылығына қатты қызықты. Тұрарға қаланың сылқым қыздары ұнамайтын. Бірде группаластар жаңа жыл кешін өткізді. Арнайы пәтер жалдап, Тұрар дайындалды. Ойы Бибінұрмен түнін өткізу болды. Қызға тезірек қол жеткізіп, өзінен басқа жанға қарамайтындай ету еді. Көңілді вечерде өтіп жатты. Тұрар аздап ішімдіктен ішіп алып, вечер аяқталмай жатып, Бибінұрға жүр кетеміз, саған сыйлығым бар деп кете барды. Артынан Ұлан уайымдап қала берді. Сүйген жаны бақытты болса екен деп тіледі. Ғашығына сенген Бибінұр жалдамалы пәтерге де жетті. Кіре сала, Тұрар өз арам ойын іске асырды. Қыздың жалынғанына да қарар емес. Сен мендіксің, не істесем де өзім білемін. Бибінұрдың қыз екенін, дәлелдейтін белгісін көрмеген Тұрар, сен мені алдаған екенсің. Кіммен жаттың, салдақы деп жұлқи итеріп жіберді. Қанша ақталған Бибінұрдың сөзіне сенер емес. Таңды жылаумен қарсы алған қызды сүйреліп жатақханаға әкелді. Қыздың түріне тесіле қарап, енді мен ұмыт, сен мен ойлағандай қыз емессің деп, жаны жаралы қыздың жүрегіне одан сайын қанжар тыққандай болды. Бөлмесіне кіре сала өз-өзімен жынданды. Қалай ғана ол қыз мені алдады, неге? Сол кезде бөлмеге Ұлан кіріп келді. Көздері ашудан қызарған Тұрар, ана салдағы қыз болмай шықты, мені алдады. Бибінұрдың арын таптағанын білгенде, ашуға булыққан Ұлан Тұрармен төбелесе кетті. Ашуын кімнен аларын білмей тұрған Тұрар да жағасына жармасты. Айқайдан көрші достары кеп әзер айырды. Ұлан жатақханадан шығып, пәтер жалдап тұрып жатты. Күнде жатақханаға келіп, Бибінұрдың көңілін аулап, өмірге жаңа қадам жасауына біраз ықпал етті. Бибінұр екеуі сондай жақсы араласып жүрді. Әлі жас қыз өзінің жүкті екенін 5 ай болғанда бірақ білді.
Оқудан шығарып жібергенде жанынан табылған ұлан Бибінұрға осы уақытқа дейін бәріне шыдадым. Енді сен не десең де тыңдағым келмейді. Сен менің әйелім боласың, баланың әкесі менмін. Бұл құпияны өлгенше ешкімге айтпаймыз. Сені мәңгіге сүйіп өтемін деп алғаш рет батыл қадам жасады. Бибінұр да көптен бері ұланның қамқорлығына тән риза боп, арасында осындай жігітім болғанда ғой деп армандап қоятын. Ұланның ұсынысына келісе кетті. Көп замай отау тігіп, бақытты өмір сүріп жатты. 4 айдан соң шекесі торсықтай ұл дүниеге келді. Ұлан өзінің баласы дүниеге келгендей қуанышында шек болмады. Ұлды болдым деп Бибінұрды қайта-қайта құшақтап сүйе берді. Бибінұр Тұрарды бір жола ұмытып, арын зорлықпен төккен намысын аяққа таптағандықтан өлгенше ұлы бар екендігін айтпауға бел буды. Бибінұр оңтүстікке келін болып түскен еді. Іші шермейіп келгенде ата-енесі жақтырмай, баласының көңілі үшін қабылдағаны бәріне белгілі еді. Бөлек шығарып жіберуге де ел жұрттан ұялып, босанғанын күтті. Жаңа туған сәбидің 40 күнге шомылдыруын аяқтап, дереу елшісін беріп, бөлек шығарып жіберді. Бұл уақытта Тұрар елдің солтүстік аймағында өмір сүріп жатты. Бұзақы балдарға еріп, оқудан да шығып кеткені қай заман. Ішкені ішімдік, шеккені шылым, базар жағалап әр адамның жүгін тасып, нәпақасын тауып жүрді. Өзі сияқты балдармен пәтер жалдап тұрып жатты. Сол маңда шағын дүкен бар еді. Сол дүкенде өзінен бір жас кіші қызға көзі түсіп жүр. Ол қыздың есімі Кәмшат болатын. Ауылдың ақсары келген, талғанмен киінетін пысық қызы. Мектепті биыл ғана бітіріп, туыс әпкесі үйіне шақырып, дүкенде 1 жыл жұмыс істеуін өтінген. Оқуға өзім түсіремін, барлық жағдайымды жасаймын дегесін келгені еді. Әрі әпкесінің үйінде бала жоқ болатын. Сол сары қыз Тұрарды көрсе жасап тұрған саудасын. Мектепті биыл ғана бітіріп, туыс әпкесі үйіне шақырып, дүкенде 1 жыл жұмыс істеуін өтінген. Оқуға өзім түсіремін, барлық жағдайыңды жасаймын дегесін келген еді. Әрі әпкесінің үйінде бала жоқ болатын. Сол сары қыз Тұрарды көрсе жасап тұрған саудасынан шатасып қалады. Кейде Тұрардың ақшасы жетпей қалса, тегін бере салатын. Тұрарда сары қыздың өзіне кетер емес екенін түсіне қойып, танысып та алды. Бар ойы қыздың жақсы киінгеніне қарап, бар жердің қызы болу керек. Осы қызға үйленсем, өлмеспін деген ойға келді. Шын мәнінде Кәмшат көп балалы отбасында, бірде аш, бірде тоқ болып өскен, әрі ата-анасы да қарабайыр жандар еді. Арада 1 ай болмай жатып, Тұрар қызды өз дегеніне көндіріп, тағы да некесіз түн өткізді. Енді қыз өз айтқанынан шықпайтынына сенімді болды. Көп замай үлкендердің айтқанына құлақ аспай үйленіп алды. Үйленгенде ешбір тойсыз, заңды некеде тұрмай. Әпкесі ренжіп жүргенімен қайта жұмысқа келгеніне қуанып, көмектесе бастады. Ыстық суға басылған Тұрар Кәмшаттың күнделікті әкелген ақшасын тиынына дейін алатынды шығарды. Басында ақшаны жинап жүр екен деп ойлаған болатын. Бірақ сол ақшаға бұрынғы бөтелкелес достарымен ішімдік ішіп келуді шығарған. Кәмшат шыдай алмай сөйлеп еді, өзіне тап беріп ұра бастады. Көздері құтырған иттің көзіндей әбден ашуға мінген Тұрар, сен кімсің сорлы, маған дауыс көтеретін, сені байдың қызы шығар десем, тақыр кедей екенсің ғой, бекер үйлендім саған, кет, сені көрем келмейді. Неше ай бойғы ашуын алды. Соққыдан есінен танған Кәмшат қансырап жатты. Киімдерін асыға жинап, алды-артына қарамай Тұрар тайып тұрды. Кәмшат енді керек емес, үйі бар, бай әйелді тауып аламын деп кетіп барады. Айқай-шудан көрші үлкендеу апа шығып, айғайлайын деп жатқан еді, Кәмшаттың жерде сұлық түсіп жатқанын көріп, дереу жедел жәрдем шақырды. Дәрігерлер Кәмшатта құрсағына біткен сәбиді де аман алып қалды. Дәрігер келіп, сәбиіңізде аман есен дегенде жылап жіберді. Бұл сәби керек емес, айғайлаған Кәмшатты әпкесі әрең жұбатты. Өзім асырап аламын, тек сабыр етші, қалай ғана өлімге қиясың, бекүнә періштені. Арада 9 ай өтіп, Кәмшат қызды болды. Бірақ ана болып жатпады. Бекүнә сәбиіне қараған сайын, Тұрардың қылығы есіне түсіп, ашулана түсетін. Сәбиін емізбестен әпкесіне беріп, Астана қаласына жол тартты. Әпкесі біраз қаражат берген еді. Сол жақта оқуға түсіп, жаңа өмір сүріп жатты. Міне солай Тұрардың ұлы оңтүстікте, қызы солтүстікте, екеуі де өте бақытты өмір сүріп жатты. Екі бейкүнә сәбидің бірі өз әкесінің кім екенін білмесе, бірі тіпті ата-анасының кім екенінен де хабарсыз. Әпкесі басында Кәмшатпен келісімге отқан, мүлде жоламайсың, әрі бәрін құпия ретінде сақтаймыз деп.
Үлкендердің осындай қателіктерінен қаншама жандың өмірін ойран қылатынынан бейхабар пенделер-ай. Арада қаншама жылдар зулай өте шықты. Әркім өз өмірімен сүріп жатты. Камшат оқудан оқу қоймай, білдей жоғары оқу орнында. Камшат оқудан оқу қоймай, білдей жоғары оқу орындарының деканы, білімді ұстаз болды. Екінші рет отбасы құрған болатын. Арада 9 жыл бала болмағандықтан күйеуі басқа әйелге кетіп тынды. Тұрар кезінде бақтын өз қолымен үзіп, керемет өмір сүремін деп кеткен болатын. Бірақ Құдай оны оңбай жазалады. Көше бұзықтарына еріп, төбелесте басынан қатты зақым алып, есі ауып қалып, ақыры көше қаңғыбасы боп шыға келді. Бибінұрдың ұлы ер жетті. Әрине мықты, әрі ер ұланның арқасында. Нұриман Бибінұр мен Тұрардың ұлы. Үлкенге құрмет, кішіге қызмет көрсететін тәрбиелі азамат болды. Өте жақсы білімімен Астана қаласында өз білімімен оқуға түсті. Камшаттың қызы Манзура, атанам деп жүрген жандар асырап алған әпкесі екенін білмейді. Сол әпкесі ана орнына ана болып, өте ерке етіп өсіріп келеді. Биыл 9-шы сыныпты бітірген ерке қыз оқуға барамын деп еркелікке салынды. Әпкесінің соңғы кезде саудасы нашарлап, қаражат жағы қиындап кеткен еді. Амалсыз Манзураның айтқанын орындауға келіскен анасы Камшатқа хабарласып, Астанадан оқуға түсіруін айтқанда, Камшат жылап жіберуге шақ қалды. Даусы дірілдеп, иә дей берді. Бірақ келісімшартты ұмытпа, деп әпкесі қатал ескерту жасады. Бастығымен сөйлесіп, қызына бір орын дайындап қойды. Камшат үшін мүлдем қиын емес еді. Себебі арасында бастықтың көңілінен шығып, түндерін бірге өткізетін еді. Осы уақытқа дейін өзін жазғырып, Алладан үнемі қызымен қауышуын тілеген Камшаттың тілегі орындалды. Қызының келетін күні жақындаған сайын өзін қоярға жер таппады. Қызы жалғыз өзі келгенде қатты қуанды. Әпкесі ауырып келе алмай қалған болатын. Манзураны көргенде жанары жасқа толып, құшақтап ұзақ тұрды. Қыз түсінбей ыңғайсызданып қалды. Кезінде туа сала тастаған қызы өте сүйкімді, мөлдіреген көзімен Камшатты баурап алды. Қайта-қайта қарай береді қызына. Арада айлар, күндер өтіп жатты. Манзурада группалас достарымен тез араласып, қыдыруға шыққан. Камшат қызының бар қалауын орындайтын. Жаңа жыл кешке вечер Манзура әдемі көйлектерін киіп дайындалып жатыр. Кеш те батты. Сол кезде Нұриманмен кездесті. Нұриман сол группадағы бір баламен жақсы араласатын еді. Қоярда қоймай вечерге алып келген болатын. Нұриманның көзіне Манзура ерекше боп, әрі бір-біріне қатты ұқсайтындарына таң қала қарай берген еді. Қасындағы достары да сендер туыс емессіңдер ма деп қалжыңға айналдырды. Нұриман жоғары оқудың 1-ші курс студенті болса, Манзура колледждің 1-ші курс студенті еді. Екеуі де тез тіл табысып, достаса бастады. Тіпті мінездері де, ойлары да бір жерден шығатын. Күннен күнге достықтары махаббатқа ұласып, тәтті сезімдерді бастан өткізіп жатты. Екеуі де қатты қызғаншақ. Ұрысып қалса, қайта татуласып, бірін-бірі қатты сағынып, көрмесе тұра алмайтын халге жетті. Манзура Камшатты әпкесіндей көріп, сырын айтатын болған. Нұриман туралы айтқанда, жөні түзу, болашағы бар бала екенін біліп, кездесуге рұқсатын берген еді. Нұриман 1-ші курсты бітіре сала, Манзураға үйленуге ұсыныс жасады. Манзураны қатты сүйетіндіктен, басқа жанға кетіп қалады ма деген қорқынышпен ұсыныс жасаған болатын. Қыз да қуана келісе кетті. Үйге асыға келіп, Камшатқа жаңалықты айтқанда не дерін білмей қалды. Асырап алған анасына жеткізгенде айқайлап ұрысты. Үйленбейсің, әлі жассың ғой, оқуыңды оқы. Егер айтқанымды қылмайтын болсаң, теріс батамды беремін, деп телефонды қоя салды. Ерке қыз асырап алған анасына ренжіп, мүлде хабарласпай, звондаса алмай көңілін қалдырды. Ешкімнің де сөзін тыңдамай, Нұриман мен отбасын құрды. Шындықты білсе, бұлай болмас еді. Манзураның асырап алған анасы үйленгенін естіп қатты қапаланды. Осыншама жыл еркелетіп өсірген қызы айтқанын қылмай, тұрмысқа шығып кеткеніне ренжіп, тойға да бармады. Камшат әпкесі ретінде тойдың басы қасында жарқырап жүрді.
Тұрардың алғашқы жүрген қызы Бибінұр мен әйелі Кәмшат құдағи боп құшақтасып, тойды ойдағыдай өткізді. Тағдыр неге сонша қатал болды екен? Басқа жанды жолықтырмай, екі туысты бір-біріне қосқаны қалай? Нұриманың әке-шешесі де әлі жассың, оқуды аяқта деген сөздерді елемей үйленген болатын. Екі жаста бақытты өмір сүріп жатты. Манзураның жүктілік айы басталып, 9 ай қиналды. Дәрігерлер баланың дұрыс дамымай жатқанын ескертіп, түсік жасауын айтқанда, Нұриман мен Манзура бас тартты. Дәрігерлер айта береді, әлі дүниеге келмеген періштеден бас тартпаймын деп жылаған Манзураны Нұриман жұбатып әлек. Айы күні жетіп өмірге ұл бала келді. Бәрі қуану үстінде, бірақ баланың жағдайы дұрыс емес еді. Туған кезде де дәрігерлер айтқанда мән бермеді. Баланың жағдайын 6 ай болғанда түсіне бастады. Нәресте әлі мойнын, аяғын ұстай алмайды, тіпті жыламайтын, даусын бір түрлі шығарады. Ауылдың, қаланың емханасынан басқа жерге бармады. Манзура екіншісін көтеріп қойған болатын. Тағы да жүктілік ауыр өтуде, баласына қарауға да шамасы жетпейді. Енесі де арасында қарап қояды. Массаж жасайтын адам жалдап, балаға массаждан басқа ем істеуге қаражаты жетпеді. Нұриманнан басқа да 5 бауыры бар еді. Бірі ақылы оқып, қалғандары мектеп оқушысы. Нұриман әлі оқуын оқып жатқан, арасында жұмыс істейді. Сол тапқанын жіберіп отырады. Азын аулақ ақшасы жетпейді. Қаншама рет Кәмшат ақша берсе де намыстанып алмайтын. Уақыт зырлай, Манзура екінші ұлын дүниеге әкелді. Тағы да сол жағдай қайталанды. Жүкті кезінде ауылдағы УЗИ-ге түсіп, қаладағы арнайы баланың бүкіл мүшесін зерттеп беретін УЗИ-ға да түскен болатын. Құдайға не жазып қойдым екен, қандай күнәм үшін жазалап жатыр деп жылаған Манзура қатты күйзеліске түсті. Бибінұр мен Кәмшат жақсы араласып, сөйлесіп тұратын. Кәмшат құдағиына жаймендеп, Манзураны қасыма жіберші, 2 баланы тексертіп емдетейін деп жалына айтқасын жіберген болатын. Астана қаласында ең мықты деген емханаға тексерткенде, туыстық белгіден осындай сал ауруы болған деп бірнеше дәрігер диагноз қойғанда, Кәмшат есінен тана жаздады. Жоқ, жалған бәрі. Нұриманның менің ағам болуы мүмкін емес. Дәрігерлер қателеседі, туыс болуымыз мүмкін емес деп шырылдаған Манзураның сөзі екі ананың жүрегін сыздатып барады. Көзінен аққан жасын қайта-қайта сүртуге шамасы келмей, Нұриман көшеге қарай жүгіріп шықты. Ізінен анасы Бибінұр, тоқташы балам дей бергенде, зулап келе жатқан көлікті байқамады. Сол күні жаңбыр құйып тұрған еді. Көлік иесі де толассыз жаңбырдан алдынан шыққан адамды байқамай қағып өтті. Нұриманның соңғы сөзі кешірші деген сөзді айтуға шамасы жетті. Қайғылы оқиғаға шыдай алмаған Манзура өзіне қаншама рет қол салғанда анасы құтқарып қалды. 3 жылдай жүйке жүйесін емдейтін емханаға жатты. Кәмшат 2 немересіне бар жағдайын жасады. Мүлдем нәтиже жоқ. Дегенмен Алладан үмітін үзбейді. Бұл оқиға ұланға да ауыр соққы болды. Өз ұлынан кем көрмеген Нұриманның өліміне өзін кінәлай берді. Қазіргі кезде 2 күннің бірінде ауырып, әр күнін өкінішпен өткізіп жүр. Кейіпкер Кәмшаттың айтары: бұл өмірде шындықты бәрібір жасыра алмайды екенсің. Төбе ащы шындық ашылатыны қиын. Қазіргі таңда ажырасу көп.